құрметті әріптестер, рахмет. Қазір мен презентациямды қоса қояйын. Мгм. Так, ага. Жақсы. Көрініп тұр ма, әріптестер? Видно, да? Да, все видно. Аха. Иә. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Қазіргі таңда сіздер білесіздер, 2023 жылдан бастап біз біртұтас тәрбие бағдарламасымен жұмыс жасап келе жатырмыз. Яғни ол 2023 жылы үш құндылықпен жазсақ, 2024 жылдан бастап біз өзгертілген бағдарлама бойынша 6 құндылықпен жұмыс жасаймыз. Қазіргі таңда білесіздер 2025 жылы, яғни 6 мамыр айынан бастап 123 бұйрық бойынша бізде адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы бойынша атауы өзгерген болатын. Тәрбие парадигмасын жаңарту бойынша бізде қазіргі таңда қазіргі қоғамның мәселелері бар, ол вейп, наркомания, лудомания деген сияқты бізде буллинг, зорлық, зомбылық, ысырапшылдық деген мәселелер бар. Яғни осы мәселелерді бізде шешу жолдары бар. Яғни осы шешу жолдарын біз құндылықтар арқылы шешеміз. Құндылықтар бізде алты құндылық бар. Тәуелсіздік және отаншылдық, заң және тәртіп, бірлік және ынтымақ, әділдік және жауапкершілік, еңбекқорлық және кәсіби біліктілік, жасампаздық және жаңашылдық құндылықтары бар. Осы құндылықтарды біз қандай әрекеттер арқылы шығарамыз? Яғни танымдық компоненттер арқылы, практикалық компоненттер және эмоционалды компоненттер арқылы. Яғни осы әрекеттерден біз іс-шара арқылы өткіземіз. Яғни ол бізде ГОСО арқылы, сынып сағаттар және әлеуметтік жобалар арқылы, және де алдын алу шаралары арқылы біз осы іс-шаралармен жұмыс жасаймыз. Яғни осы іс-шарадан бізде құзыреттілік шығады. Яғни ұлттық мүдделерді насихаттау, тиімді коммуникация, қоғамға қызмет, азаматтық парыз, инновациялық ойлау, жасампаздық деген құзыреттіліктер. Яғни осы құзыреттіліктен бізде нәтиже, яғни результаттар шығады. Парасаттылық, адалдық және инновация мәдениетін қалыптастыру арқылы. Яғни біз осы жыл бойы көлемінде бізде 77 іс-шара бар. Яғни біртұтас тәрбие бағдарламасының егер де оқулықтарымен таныс болсаңыздар, сіздерді тәрбие әдіскерлері таныстырып, педагогикалық кеңесте таныстырған болатын. 77 іс-шара ол жыл бойында, яғни 6 құндылық бойынша. Жаңағы 6 құндылық бойынша бізде әрбір айдың өзінің атауы бар. Яғни қыркүйек айынан бастап бізде тамыз айына дейін өзінің ерекше атаулары бар осы құндылықтарға байланысты. Және де бізде қазіргі таңда сынып сағаттары әрбір дүйсенбінің бірінші сынып сағаты болады. Ол сынып сағатында міндетті түрде 10 минут ол бізде қауіпсіздік қауіпсіздік сабағы өтеді. Және де осы бізде 2025 жылдың ең өзгергені осы біз айттық қой, жаңағы 77 іс-шара бар, 6 жоба бар. Осы жобалар арқылы біз құндылықтарды оқушылардың бойына сіңіруіміз қажет. Және де екінші, ол бізде әрбір пән мұғалімі осы құндылықтарды өздерінің пәніне қолдануы қажет. Қалай қолданамыз? Ол мүмкін дәйек сөздер арқылы, ақындардың мысалғы өзінің бір дәйек сөздері арқылы, ғұлама ақындардың, содан кейін мысал ретінде қолдануға болады. Яғни мысалда осы құндылықтарды міндетті түрде атап өтуіміз керек. Физика пәні болсын, химия, бастауыш сынып болсын, осы құндылықтарды міндетті түрде біз қолдануымыз қажет. Яғни бізде білесіздер жобалар бар: қамқор, еңбегі адал жас өрен, шабыт, ұшқыр ой алаңы, смарт балалар кітапханасы және алдын алу іс-шаралары бар. Әрбір айдың жаңағы мысалғы қыркүйек айында қамқор жобасы бойынша 4-5 шара өтеді. Мысалғы күзгі азар, табиғатқа қамқорлық жасаймыз. Яғни әрбір мысалғы қазан болсын, тамыз болсын, шілде болсын, әрбір айдың өзінің мысалғы осы календарь бойынша біз жұмыс жасауымыз қажет. Бұл бағдарлама тек қана тәрбие орынбасарларына ғана арналған емес. Бұл бағдарламада барлық мектеп әкімшілігі, пән мұғалімдері жұмыс жасаулары қажет. Және де білесіздер, мысалғы
Отаншылдық, тәуелсіздік және отаншылдық айы бойынша, құндылығы бойынша бізде менің Қазақстаным әрбір дүйсенбі мысалға әнұранды айту, жас сарбаз фестивальдары өтеді. Күй күмбірі ол бізде әрбір мектеп қас қоңыраудың орнына күй күмбірін қойып жатыр, иә. Ана әлдиі және шешендік өнер, республикалық мақтанышым деген мысалға әртүрлі де эссе жазулары қажет. Содан кейін мысалға заң және тәртіп бойынша жеткіншектің жеті жарғысы, өнегелі 15 минут, жеке қауіпсіздік сабақтары, дені саудың жаны сау деген секілді осындай бір іс-шаралар өтеді. Және де тағы да бір айтып кеткім келгені, әрбір іс-шараның өзінің жауапты мамандары болады. Мысалы, смарт бала жобасы бойынша, иә, бізде информатика пән мұғалімдері деген секілді тәрбие ісі орынбасарлары мен мысалға информатика пән мұғалімдері де жауапты. Әрбір жоба бойынша, әрбір іс-шара бойынша міндетті түрде өзінің жауапты мамандары болады. Егер де маған сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар, мен сіздерге қысқаша ғана айтып кеткен болатынмын. Егер де сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар.